Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәл осындай өте қатпарлы болып шығатын самсаға арналған қамырдың рецептісімен видеода бөлісетін боламын. Видеоны менімен бірге соңына дейін көріңіздер. Оны жасау үшін алдымен ыдысымызға суды құйып аламыз. Су жылырақ болған жақсы. Оның үстіне 1 шай қасық тұзды салып, осылай бір араластырып аламыз. Одан кейін барлық ұнымызды салып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Егер қамыры қолыңызға жабысып жатса, қамырды илеу барысында кішкене ұн салсақ болады. Осылай қамырды илеп алғаннан кейін 2 бөлікке бөлеміз. Бізде 2 қамыр шығу керек. Дәл осылай ортасынан 2 бөлікке бөліп аламыз. Екеуін де домалақ етіп, демалдыруға бір шамамен 10-15 минутқа қойып қоямыз, жаюға дайындап. Енді дайын болған қамырымызды осылай ұнды жақсылап сеуіп, жайып бастаймыз. Алдымен қолымызбен, содан кейін оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымыз міндетті түрде барынша жұқа болу керек. Дәл осылай бірінші қолымызбен жасап аламыз, сол кезде ыңғайлырақ болады. Одан кейін оқтаумен жақсылап жаямыз. Қамырымыз міндетті түрде жұп-жұқа болу керек. Біздің слойымыз көп болу үшін. Егер жабысып қалып жатса, оны сеуді ұмытпаңыздар. Мен видеода қамырды қалай жаятынымызды толық көрсеткенмін. Мына жерде ұн сеуіп, дәл осылай жайып аламыз. Енді осы дайын болған қамырымыздың үстіне кішкене ұн себеміз де, қатты ұн көп болып кетпеу үшін тағы да бір рет оқтаумен өткізіп шығамыз. Кішкене ұны сіңу керек. Одан кейін осы қамырымызды алып, бүктеп бір шетке қоя тұрамыз. Өйткені екінші қамырды жаюымыз керек. Енді дәл жаңағыдай етіп, екінші қамырымызды да жақсылап жайып аламыз. Енді екі қамырды жайып болғаннан кейін, үлкенірек болған астына қоюымыз керек. Осылай астына қойып, үстіне ерітілген сары майымызды жағатын боламыз. Қолмен немесе осылай қасықпен жағып шығуға болады. Сары май бізде аз болып қалмау керек. Жақсылап көп етіп, молынан жағып шығамыз сары майды.
Енді осының үстіне екінші қамырымызды қоямыз. Осылай жетпей қалған жерлерін қолыңызбен созып жақындатып алуымыз керек. Енді бұның үстіне тағы да жаңағыдай бір слой етіп май жағып шығамыз. Бізде қамырды бөлек-бөлек емес, дәл осылай бірге істеудің арқасында өте слой көп болып шығады. Майды жағып болған соң дәл осылай екеуін бірге орап шығамыз. Өздеріңізге керек көлемде осылай кесіп аласыздар. Егер үлкен самса керек болса, үлкенірек етіп. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте слой көп болып шығады. Бұл піскеннен кейін де өте дәмді самса болып шығады, қытырлақ болып. Дәл осылай қолымызбен үстінен басып, тоңазытқышта немесе мұздатқышта сақтап аламыз. Майы кішкене қату керек, содан кейін жаюға ыңғайлы болады. Қыздар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сіздерге ас болсын.